Қайырлы күн, достар. Бүгін біз ореховый пирог пісіретін боламыз. Қажетті заттарды әдеттегідей описанияға жазып қалдырамын. Бізге үй температурасында еріп тұрған сары майға 3 ас қасық немесе 4 ас қасық қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқамызды қосамыз. Достар, егер менің каналым ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Және менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлығын араластырып болғаннан кейін електен өткізіп ұнымызды қосамыз. Ұн көз мөлшермен, яғни біздің тестіміз қолға жабыспайтындай әдемі қамыр шыққанша ұнымызды қосып илейміз. Осындай бізде әп-әдемі күшті сап-сары қамырымыз шығады. Бұл қамырмен жұмыс істеу өте оңай. Бізде бұл песочный тесто болып табылады, яғни тестімізді формаға салып, жан-жағын әдемілеп келтіріп аламыз. Енді орехтерімізді майдалап тураймыз. Ондай қатты майдалаудың қажеті жоқ. Сәл көлемді майдалап, осы тестіміздің үстіне себеміз. Тестіміздің үстіне сеуіп, үстіне үзгіншөңкемізді құямыз. Яғни бұны араластырмаймыз, үстіне өйтіп жайлетіп үзгіншөңкемізді себеміз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Мінекей өйтіп әр жеріне үзгіншөңкені сеуіп шығамыз. Ас болсын.